for shaft. You are not good shaft. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге аз екен ғой арнасы. Бүгінгі видеода мен сіздерге әлемдегі ең қорқынышты, ішіне шайтан кіріп кеткен ойындардың бірін, бұл ойында адамдар қалай ойнап психикасын жоғалтқанын, ауру болып қалғанын, қайтыс болып кеткендері жайында айтатын боламын. Бұл видео кішкентайлар аудиториясына арналмағанын ескертемін. Видео басталмастан бұрын міндетті түрде лайк басып, подписаться қызыл кнопканы басып, қоңырау шанын да басып қойыңыздар. Ал ендеше біз көп созбай видеомызды бастаймыз. Мистер Микс ойыны өткен ғасырда шыққан қарапайым кішкентай балаларға пернетақтада қалай жазуға болатынын үйрететін ойын ретінде шығарылған еді. Ойын негізінен 7 сатыдан тұрды. Сіз экранда шыққан көкөніс, жеміс, жидек, қоспалардың аттарын пернетақтамен жазу керексіз. Ал экранның мына шетінде тұрған мистер Микс деген сары аспазшы сол сіз жазған қоспаларды қосып, өзінің тамағын дайындайды. Бірінші саты ең оңай сатылардың бірі. Бірақ ол ойында бірінші сатыда ойналып жатқан музыка сіздің колонкаңыздың жарылуына немесе есту мүшеңіздің зақымдануына әкеліп соғады. Бұл ойынды ойнаған кішкентай балдардың көбісі псих болып және де есту қабілеттерін жоғалтып қалған. Себебі ойыннан осындай дауыстар шығып, бара-бара ол дауыстардың ритмі үлкейе, яғни күшейе беретін. Бұл ойында бірінші сатыдан кейін балалар мүлдем ойнай алмаған және оларға рұқсат та етілмеген. Ал кейін бірінші сатыдан 7-ші сатыға дейін профессионалды хакерлер ойнап тексеріп көргісі келген. 5-ші саты ең қиын саты. Не үшін ең қиын екенін білесіз бе? Себебі әдейіге кішкентай балдар өтпесін деп ең қиын сатыны 5-ші саты қылған. Және профессионалды хакерлер осы 5-ші сатыдан өтіп көрген. Сосын хакерлер 5-ші уровеннен өтетін кодты жазған кезде ойын компьютерді өлтіріп тастады. Яғни компьютер толығымен істемей қалды. Сосын хакерлер басқа компьютерлермен 6-ші сатыға түсудің жолын табады. Ал 6-ші саты ең қорқынышты сатылардың бірі. Ингредиент, яғни қоспа ретінде baby деген, бала деген сөз шығады. Және мистер Микстің түрі өзгеріп кетеді. Осындай қорқынышты дауыс пен кадрлардан кейін ойында басқа фотолар шыға бастайды. Жоқ, бұл ол фотолар емес, бұл жай ғана сіздерге арналған нұсқасы. Себебі кәдімгі сол ойында шыққан фотоларды мен сіздерге көрсете алмаймын. Ол өте қаншер, яғни өлген адамдардың, ауру адамдардың фотосы шыққан болатын. Неге тамаққа қосатын қоспаны baby, яғни бала деп жазып қойған деп ойлансаңыз, себебі мистер Микс деген негізінен балаларды өлтіріп тамақ істейтін адам болған. 6-7-ші сатылардан кейін осы хакерлер қатты психологиялық соққы алып, психикалық ауру болып қалған болатын. Я, бұл шын өмірдегі сол ойынды зерттеген хакерлер. 7-ші сатыда хакерлер біраз суреттерді тапты. Мынандай түсініксіз суреттерді және де тағы да 1-2 жаман, өте қорқынышты адамның психологиясын бұзатын суреттер мен шын өмірдегі мистер Микстің суретін тапты. Я, ойындағы балдарды жейтін мистер Микс шынымен де шын өмірде болған. Тіпті оны 1900 жылдары полициялар ақш құрама штаттары ұстаған. Осы ойынды ойнаған хакерлер психологиялық ауру болып қалып, осы ойындарды зерттеп ойнаған адамдар мен балалар көбісі жоғалып, көбісі қайтыс болып кеткен. Содан кейін осы ойынның разработчиктерінің арқасынан исследование, яғни қылмыстық іс жүрген, бірақ разработчиктерін әлі күнге дейін тапқан жоқ. Және де осы ойынды бүкіл әлем бойынша жауып тастаған. Сіз интернеттен бұл ойынды тарта алмайсыз, еш жерден таба да алмайсыз. Бірақ бұл ойынды тартып ойнауыңыз мүмкін. Ал ол ойындар оригинал версиялары емес. Яғни оның барлығы кәдімгі адамдар шығарған версиялары. Бірақ оларды да сіздерден тартпауыңызды сұраймын. Осымен достар, видеомыз соңына да келіп қалды. Видео ұнаған болса лайк басып, подписаться деген қызыл кнопканы басып, жанынан шыққан қоңырау шанына басып қойыңыздар. Және келесіде қандай видео түсірейін, комментарийге жаза кетіңіздер. Ал сіздермен бірге болған аз екен ғой арнасы. Сау болыңыздар, аман жүріңіздер.